Жалпы исламда, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дін жайылған кезде адамдарға ең бірінші түсіндірген нәрсесі, ислам деген нәрсе Аллаға сену, жүрегіңді таза ұстау, өтірік айтпау, ешкімге қиянат жасамау, намаз оқу, қажылыққа бару, зекет беру, жақындарыңа көмектесу, қайырымдылық жасау деген сияқты негізгі түпкілікті принциптер түсіндірген. Енді осыған қарсы басқа біреу, исламның басталатын нәрсесі қару, соғысу, қатып қалу, басқалармен келіспеу, сол келіспеушілікті ашық жариялау деген сияқты нәрселер болса, ол исламдағы түпкілікті принциптерге қайшы келеді. Сондықтан оларды біз радикал деп айтамыз. Радикализм деген нәрсе ол әрбір қалыптасып қалған діни ортаға қарсы бір қатып қалған пікір. Ол негізі адамның надандығынан туатын мәселе. Мысалы, Қазақстанда болып жатқан діни процестер, діни ахуалдың қандай екенін білмейтін адамдар бұл жердегі мәселелер бойынша пәтуа шығармау керек. Бірақ діни кеңістікте өзінің мазалап жүрген сұрақтарын іздеп жүрген адамдар, олар өзіне ыңғайлы жауаптарды тыңдағысы келеді. Бізде мысалы ала алмаса, басқа жерден іздегісі келеді. Ол қандай сұрақтар? Мысалы, Қазақстанда болып жатқан кейбір саяси мәселелерге байланысты сұрақтар болуы мүмкін. Біз оларға Қазақстандағы ахуал бойынша жауап береміз. Бірақ ол интернетте өзі белгісіз, бірақ бірдеңке шейх, Пәленбай шейх, Түгенбай шейх деген аккаунтты ашып алған кісіден сұрақты сұраған кезде, ол радикалды түрде, қатты түрде жауап береді. Сен Қазақстаннан көшуің керексің, Сирияға баруың керексің, сол жерде ғана сен бақыт табасың. Басқа саған үшін мүмкіншілік жоқ. Түсіндің бе? Түсіндім болды. Сол кісінің іздеп жатқан ішкі жауабы сол. Сондықтан ол сол сайттарды қарайды. Біріншіден әке-шешесі бала кезінен бастап иммунитетін қалыптастырса, діни экстремизмге қарсы қандай жолмен? Осы ресми сайттар бар. Дұрыс мәліметтер сол жерде ғана болады. Дұрыс мәліметтерді сол жердегі ұстаздардан ғана аласың. Егер де басқа жердегі адамдар осы ресми порталдардағы мағлұматтарға қарсы бір нәрсе айтып жатса, сен олардан сақтануың керексің деп өзінің баласының иммунитетін қалыптастыру.